балдар шулап бір жақтан мына өзімен өзі сабақ айтып отырған ағайлар болады ғой. Емельян Пугачев бастаған ұлт азаттық көтеріліс. Негізгі сипатын балдар білесіңдер ме? Осындай еңбектен беретін ағайлар болады ғой. Түгелін беске шығарады да. Балдар сендер отыра беріңдер. Мен бір жерге барып келемін. Келмеймін ба? Ауылдың мектептерінде орыс тілден беретін осындай апайлар болады ғой. 45 минут орысша сөйлеймін, а? Ауылдың балдары жақсы апай дейді ғой. До свидания дети. До конца орысша сөйлеймін. Мектепте үй қылып жіберген маңызы жоқ сабақтан беретін ағайлар болады ғой. Ай, жиен, не хабар? Ай, нағашке не хабар? Сабақпен шаруасы жоқ па? Балдардың бәрі жақсы көретін осындай ағайлар болады ғой. Коридорда балдардың бәрі ағай сәлеметсіздер ме? Амансыздар ма? Сабақпен шаруасы жоқ та. Жақында ауылға келін болып келген информатикадан беретін осындай апайлар болады ғой. Немере қайналарына 2 қой жібереді да. А, солай ма? Білмей қалдым деймін. Мектептің газеліне жүретін жігіттер болады осындай. Балдар тасымайды, апайлар жинап садақаға кетіп қалады да. Кіріп шықтық қайыр болсын айтып. Балдарды каникулға шығарғысы келмейтін апайлар болады ғой. 26 бала құдайдан тілеп отырады, осы апай кірмесе екен деп. Бірден бір кеткенде кіріп келе ма келмейді. Шығарыңдар. Күннің жатын жазыңдар. Андай буғыр жіп скаморт ішетін апайлар болады ғой. Балдарды білімін емес, әке-шешесінің общениесіне қарай бағаға шығарады. Сен ба? 3-ке шығасың бала. Ештеңе білмеймін. Осындай денеден беретін бойы құтақандай қар нәмінен жігіттер болады ғой. Доп ұстамаймыз балдар, береміз былай. Былай қимылда.